Ассаламағалейкум, ардақтағы ағайын, құрметті жерлестер. Бүгін 18-ші мамыр күні сағат 4-те мынау ұлттық экономика министрлігінде бір жинас болды. Талқы жинас деп айтуға болады. Сол жинасқа барып келіп отырмын. Сол жинас жөнінде сіздермен сыр бөлісіп, бір жаңалықтарды жеткізу үшін осы эфирге шығып отырмын, құрметті ағайындар. Естеріңізде болса, осы жақын күндерден бері бір мақалалар жазып, мына ауыл әкіміне құзырет беру туралы, құзыретін кеңейту туралы мәселе көтеріп жатырмын. Өткенде мақала жазғам. Ол мақаланың аты ауылды гүлдентем десең, әкіміне құзырет бер деген мақала болатын. Астана ақшамында шықты, бірақ олар атын өзгертіп жіберді, басқаша атпен шықты. Сосын Абай Кизет сайтында осы атпен шыққан болатын. Ол мақаланы сол жазып қана қоймай, қатқа айландырып, жаңағы президент әкімшілігінің жетекшісі Олжас Бектенов мырзаның атына да жөнелткен болатынмын. Бір қызығы, сол президент әкімшілігінің бер жағында отыратын сарапшылар, жаңағы бір қызметкерлер, сол бір әдеттері бар, лақтыра салатын хаттардың кейде бір мәніне, маңызына мән бермей, сол мен де хатымды үкіметке лақтырып жүрді. Мен өзім дұрыс жібермей қалдым ба деп қайтарып тағы жіберсем, тағы үкіметке лақтырып жүреді. Соны ол қыздың атына хат жазып, жаңағы Гүлсім Сейілханова деген қарындасымыз екен. Айналайын, сіз оқыңыз мына хатты. Өстіп лақтырылып 30 жылға жеттік қой. Мына хатты мені есіне тиісін, өте күрделі мәселені қозғап отырмыз. Сіз қиянат жасамаңыз. Біз халыққа, мемлекетке деп білгенімізді айтайық енді. Ауыр сөздер айтып, кішкене қатаң сөздерді жазып, хат жазып жүрсем, сол хатым аулап түсіп, Құдай оңдап, сол есіне жеткен көрінеді. Өтініштен көріп отырам. Сол Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің жетекшісі жаңадан барған Бектенов Олжас Абай ұлының атына тіркеліпті. Сосын жаңағы сол президент әкімшілігінің бірінші орынбасары Сүлейменов Темір Мұратұлының атына тіркеліпті. Содан қарай министрліктерге, жаңағы үкіметке, министрліктерге қарай жіберіліп, сол қаралып жатыр енді. Көп адамдар, көп мекемелер қарап жатыр. 3 министрлік қарап жатыр, сөйтіп. Солай болады. Енді бұл мәселені кеше ғана ойлағам жоқ. Анау мәжіліс сайлауына түскен кезде менің сайлауалды бағдарламамның бір түйіні осы болатын, халықтың өте қолдауына ие болған. Көрдік, ауыл деген көсеп тұр. Ауылдың тұрғындары жер ала алмайды, ауыл әкімінде жеткілікті құзырет жоқ, сондай бір қиыншылық жағдай болатын. Бір жақсы жері, ауыл әкімдері қазір міне жаңа президенттің бастамасымен сайлау арқылы тағайындалатын болды. Халық өзі сайлайды. Енді сол мәселені ауыл әкімінің құзыретін кеңейту мәселесімен сол беті жауып қоюыма да болады деді. Енді мәжіліске депутат болып өтпегеннен кейін оны мына депутаттар ескере ма, ескермей ма, өзі біледі ғой енді. Қойып қойға болады деді. Бірақ бір көтеруге тағы да бір себеп болды, бір орай кеп қалды. Ол орай және жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң жобасы қазір мәжілісте талқыланып жатыр. Соның аясында сол жергілікті ауылдың әкімдерінің құзыретін кеңейтіп жіберу керек. Сол заңда қаралған деп ойлап, сол әрекеттер жасап жатқан болатынмын. Енді мен сол ауыл әкімдерінің жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң жобасының тұжырымдамасын оқып шықтым ғой, мәжілісте талқыланып жатқан. Сонда жаңағы ауыл әкімдерінде қандай құзырет бар екен десем, сол мардымды құзырет жоқ. Бір 17 түрлі шығыс бар екен, бюджеттің шығысы, соны бақылап, соны игереді екен. Оның мен түсетін түсімде шамалы бір жаңағы қандай дейді, Құдай, жекелеген қызмет түрлерімен айланысу құқығы үшін лицензиялар береді екен. Сол лицензиялардан түсетін төлемдер бар екен. Сосын не дейді, орта бизнестен түсетін кооператив табыс салығы дейді, коммуналдық меншіктен түсетін сондай салықтар екен. Оның өзі бір тобы 24 жылға қарай беріледі екен. Қысқасы, ауыл әкімінде құзырет жоқ. Байқұс қарап, көзі бақырайып отырады. Я жерінде шамасы келмейді, я еліне сөз өті жоқ, құзырет болмағаннан кейін осылай қуыршақ болып отырып, өзіміз көріп келдік. Өздеріңіз де көріп жүрсіздер. Демек, соның құзыретін кеңейту керек.
Енді осы қандай құзырет беру керек мәселесіне келейік. Ол туралы сәл кейінірек. Осы мәселені мен айтсам, мұны жоғары жақтағылар біліп тұр ғой енді, бірақ қабылдамайтын еді. Құдай оңдағанда осы 14 сәуірде үкіметтің кеңейтілген мәжілісі болды. Сол мәжілісте президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйлеп, мынандай мәселелерді айтты. Жұрттың ай сайынғы жұмсайтын қаржысының тең жартысынан көбі азық-түлік алуға кетеді, үкіметтің әрекеті жеткіліксіз болып отыр дейді. Үкіметтің әрекеті жеткіліксіз болатын себебі ауылдағы әкімдерге тапсырма бере алмайды, өйткені құзырет жоқ оларға. Енді үкімет облысқа, облыс ауданға береді, аудандарға мынаны істе дейін десе, ауыл әкімінің құзырет жоқ. Сондықтан соның салдары осы болып отыр. Жаңа президент айтқан мәселенің туындауының бір салдары. Содан кейін одан да маңызды бір мәселені айтты президент. Ауыл шаруашылығы және өндіріс саласының дамуында нақты нәтиже жоқ дейді. Бүкіл өнімнің бәрі ауылда шығады. Ауылдан шығады. Ал енді ауыл әкімде құзырет болмағаннан кейін соны істету мәселесі өз деңгейінде жүрмейді ғой. Соны өндіру мәселесі мысалы. Одан да бір сұмдық мәселені айтты президент. Ол қайса 2019-21 жылдары өнім өңдеуге бөлінген субсидияны алайық дейді. Қасым-Жомарт Кемелов айтады. Бұл қаражаттың тең жартысы субсидия алам деушілердің 10%-ның ғана қолына тиген. Субсидия алған кейбір пысқайлар өндірісті өркендетудің орнына бюджет қаражатын қалтасына салып, басып алып дейді. Шалқып өмір сүрген, ал қарапайым шаруалар үшін субсидия деген қияметтің қиыны дейді. Дөп басып айтып отыр. Жалпақ әлемнің алдында өстіп президент жайып салды осы мәселені. Көрдіңіз ба? Сұмдық мәселе. Бұл өз 30 жылдан бері осылай болып кеткен, соны президент айтып салды. Оның сыртында айтты, ауыл шаруашылығы және елімізде өндірілген тауардың көлемі ішкі сұранысты қамтамасыз етуге жетпейді, импортқа тәуелдіміз дейді. Халық осының өндіргісі бар, бірақ жер жоқ. Өзін жоғары жақтан бөліп алған, ауылдың әкімі оларға бере алмайды ештеңке. Сөйтіп қанатын байлап, аяғын тұсап қойып, қолын байлап отырмыз. Сондықтан бұл өте маңызды. Міне осы президент айтқан мәселелерді шешудің бірден бір жолы ол ауыл әкімдерінің құзыретін кеңейту. Ауыл әкімінің де, аудан әкімінің де бірте-бірте әкімдердің құзыретін кеңейту, министрлердің құзыретін кеңейту. Соны ауыл әкімдерінің құзыретін кеңейтуден бастау керек. Енді президент мынандай бір нәрсені айтты. Өкінішке қарай дейді. Әкімдер соны біле тұра дейді. Алдағы қиындықты уақытында бағамдай алмайды, жауапкершілікті өзіне алып, дер кезінде шешім қабылдаудан қашады дейді. Шешім қабылдау үшін құзырет керек. Құзыреті болмаған әкім ешқашан жауапкершілікті үстіне алмайды. Елдің берген мәселесін, тапсырмасын орындайды, жоғары жақтан келген тапсырманы орындайды отырады. Ол жауапкершіліктен қашады, шешім қабылдайтын құзыреті болмағаннан кейін. Ал өзі шешім қабылдаса, онда оның жауапкершілігін өз мойнына алады. Кімде болса солай. Сондықтан осы мәселені қамтамасыз ету үшін ауыл әкімдеріне құзырет беру керек. Сонда осы президент айтқан мәселелер шешіледі. Оның сыртында да бұның көп пайдалы жақтары бар. Ол туралы келем. Енді сөйтіп сол президент әкімшілігінің басшысы Олжас Абайұлының атына жазған хатым өтініштен көріп отырмын. Сол кісіні тіркелгеннен кейін тармен берсе керек. Осы 2-3 күннің алдында ұлттық экономика министрлігінен Асылбек Сапарбаев деген жігіт телефон шалып, құрметті Алтын Құйбекұлы, осылай президент әкімшілігінен тапсырма келді. Сіздің осылай хат жазған екенсіз, сол ұсыныстарыңызда 3 министрлік біздің министрлікте талқылайтын болып жатыр. Ол талқыны басқарып жүргізетін осы ұлттық экономика вице-министрі, яғни министрдің орынбасары Бауыржан Бақытұлы Омарбеков деген кісі жүргізеді. Сондықтан соған келіп қатынасыңыз 18-ші мамыр күні деді ғой. Соған қуана-қуана келісіп, бағана барып сағат 4-те 3 министрліктің осы жергілікті өңірлерді дамытуға жауапты адамдар екен, мамандар екен, қатысып қайттық. Сол вице-министр Бауыржан Омарбеков келіп жүргізді. Оның сыртында ауыл шаруашылығы министрлігінен
Олжас деген жігіт қатысты, сосын жер ресурстарын басқаратын жерден бір қыз қатысты, сосын жаңағы ұлттық экономика министрлігінен Анар Байтікенова деген қарындасымыз қатысты, өңірлерді талдау және жергілікті өзін өзі басқару дамыту департаментінің директоры екен. Сөйтіп, мен осы қатымдағы айтылған ойларымды ортаға салдым. Енді ол әкімдерге берілген құзыретте мынандай екі рычаг, немесе екі қанат, екі негізгі құзырет берілмей отыр. Негіз берілуге тиісті. Сол жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңда бекітілу керек. Ауыл әкімдеріне сол құзырет. Бірақ берілмей отыр. Ол қайсы? Ол бірі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ауыл әкімдері өзі басқару керек, өз ауылындағы. Екінші, республикалық бюджеттен түсетін қаражатты өзі басқарып, өзі игеру керек. Білдіңіз ба? Осы екі құзыреттің сыртында жаңағы субсидияға қатысты құзыретті де беруіміз керек. Ауыл әкімі кімге субсидия беру керек ауылда? Өзі соны тізімдеу керек. Сосын ауылды кеңес құрылғалы жатыр. Енді осы заңның аясында сол ауылды кеңестен бекіттіріп алып, республикалық бюджетке бекітудің алдында жоғарыға жолдау керек. Республикалық бюджет соған қарап отырып, субсидия беретін адамдарды бекітіп, өз қолына барып тиетін механизм болу керек. Сонда ауданда, облыста субсидияға араласпай, жаңа президент айтқандай, пысқайлар орта жолдан қағып кетпей, кімге керек соған тиетін болады. Мен осыны ұстап отырмын. Енді не үшін берілмейдіге келейік? Осындай құзыреттерді беруді солар білмей отыр дейсіз бе? Сол маған қарап отыр деп ойлайсыздар ма? Бәрі біліп отыр. Бірақ бұл жаңағы майшелпек, әлгі батпан құйрық деген осы болып отыр ғой. Бұны Құлыбаевтар осылай жасап қойған, Кәрім Мәсімовтер осылай жасап, тек қана ауылыңды тастап қойды, күл болмасаң біл болды. Ауыл 30 жылда құрып бітейін деді ғой. Қаншама ауылдар жабылып қалды. Қаншама ауылдың инфрақұрылымдарының бәрі быт-шыт болды. Жасалмады мысалы, иә. Енді міне ауыл әкімдерін сайлап президент сайлау арқылы тағайындап жатыр. Ауылға қараған ешкім болған жоқ деп айтуға болады. Демек, әдейі жасап алған солай, сөйтеді дағы мемлекеттен триллиондаған, миллиардтаған ақшаларды бөлдіріп алады дағы, соны орта жолдан өздері қамтиды. Әйтпесе ауылға апарып бірдеңке салады, соның бәрін өздері басқарып, өздері жейді. Өздері ымыраласқан жаңағы жең ұшынан жалғасқан жемқорлық деген өз жерден келіп шығып отыр. Сол майшелпекті оларда бергісі келмейді. Ал бер жағындағы отырғандар соған батыл қадам жасап, осыны мына кіргізуге батпай отыр. Сондықтан осы талмау тұстан бізде ұстап, осы мәселені көтеріп жатырмыз. Мына президенттің мына сөздері мені осыны дәлелдеуіме, осы таптырмас бір керемет не болды маған бір. Не деуші едім? Жақсы болды енді, қысқасын айтқанда. Сөйтіп, міне сол президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша ұлттық экономика министрлігінде осы мәселе талқыланды. Мен қайталап айтайын, өз ойымды ортаға салдым. Мен байқадым, жаңағы Бауыржан Омарбеков те, Анар Байтікенова да ұлттық экономика бұл мәселені түсініп отыр. Өйткені Бауыржан Омарбеков жаңағы Түркістан облысының тумасы екен, сол жақтың жігіт екен. 34 жасында аудан әкім болған екен. Білмейді дейсіз бе? Бәрін біліп отыр. Өте қабілетті жігіттер. Мына қарындасымыз да біліп отыр. Бірақ батыл шешімдер мәселесі қиындау болып тұрған сияқты. Енді мен сөйлеп ұсынысымды осы дәлелдедім, өзім шамам жеткенше. Содан талқы болды. Талқы болғанда жаңағы ауыл шаруашылық келген министрліктен келген Олжас деген жігіт маған түсіндіріп жатыр. Мен айтып жатырмын, жоқ, оның бәрі түсінікті. Мынау болмай, анау ештеңке болмайды. Бұл бұрыннан бар нәрсе. Аздап кеңейтесіздер, иә, жайылымдер, тетіктерін қарастырасыздар, айтып жатыр енді. Бірақ ауылдың әкімі өзі басқармаса, ол ештеңке болмайды. Деп сөйсем, айтатын әңгіме мынау болып жатыр ғой. Ауыл әкімдер соған дайын емес деген сияқты. Мен айтам, ауыл әкімдері дайын, сіздер дайын еместер. Сіздер, мен дайын емес дегенде сіздің мына біліктіліктеріңізге шек келтірейін деп отырған жоқпын. Күдікпен қарап отырған жоқпын. Білімдеріңізге, біліктілік, сіздердің мынау идея азат болмай отыр кішкене. Ескі үйреніп қалған. Дайын емеспен 30 жылда өткізіледі. Қашан дайын болады онда? Шегі бар ма дайын еместің, дайын болудың? Деген сияқты сұрақтар қойып жатырмын. Бұл реформа деген өзі бүгін бекітілсе, ертең нәтиже береді. Егер
президент жаңа Қазақстан құрам деп жатыр ғой. Осы жаңа Қазақстан құруды бәріміз қолдайтын болсақ, онда бұл сүрдектен кетуіміз керек. Бұл деген схема. Осы схеманы бұзуымыз керек Құлыбаевтардың. Сонда ғана біз жаңа Қазақстанның шырайын көретін боламыз, ауылдан көре бастаймыз. Әзір ауыл емес, мына Ақорданың қасында тұрған Қояндыға да жеткен жоқ біздің реформаның жылы лебі деп біраз әңгімелер кетті енді. Соны талқылап келіп отырмыз, құрметті ағайындар. Мен айтып жатырмын, жарайды, осымен келдік 30 жыл. Не өзгерді ауылда? Өзгеріс бар ма? Десем жоқ дейді. Өзгеріс болса президент мына сөздерді айтар ма еді? Айтпас еді. Сондықтан енді осымен тағы жүре бересіздер ме? Ойлаңыздаршы, логикаға салып. Сондықтан басқа бір мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек қой. Сол мүмкіндікті мен айтып отырмын, міне Құдай аузыма салып деген әңгімелерді айттық енді. Сондықтан жиналыстың шешімінде жаңағы Бауыржан Омарбеков айтты, жаңағы мәжілістің қасындағы бір қоғамдық палата бар екен, оларда осы мәселені талқылаған екен, осы заң жобасын. Соның концепциясын дейді, тұжырымдамасын қайта жазу туралы шешім қабылдап қайта жазылады, сол кезде осының мәселелеріңізді ескереміз дейді. Бәрін болмаса да біразын деп сөйтті. Ал енді бұны атқару үшін арыстан керек. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты жігіттер керек. Ол жігіттер парламентте болу керек, мәжілісте. Мен бір адамға сеніп отырмын, Бапи Ермұрат Сейітқазылына сеніп отырмын. Депутат, білесіз, арыстан. Сосын оның қасында бір топ азаматтар бар. Анау Бақытжан Базарбек деген. Бірақ оның кешегі ұсынып жатқан ұсыныстарын тыңдадым. Онымен мәселе шешілмейді, агенттік құру керек, анау. Бірінші осыдан бастау керек. Сосын тағы мақсат толықбайларды енді көреміз енді. Ринат Зайытов дегендердің әусілесін осы жерде көреміз. Жаңағы Нартай Аралбай, тағылар. Енді ана бұрын 7-ші шақырылымнан келе жатқандардан үміт жоқ олардан. Сондықтан мен осы жерде қадап тұрып айтатын едім, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мына мәселені өз назарларыңызға алыңыздар. Неге Абай кезетке шыққанда сіздердің назарларыңыз түсініп еді, Аллах акбар ғой сіздерге баратын нәрсе. Мынаны алыңыздар. Бұл деген афера. 30 жыл бойы мемлекетті тонаудың тетігі осы. Осы міне жерді өздері басқару жоғары жақтан, сосын жаңағы ауыл шаруашылығы, мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаражатты сол тиісті өңірдің немесе ауылдың әкіміне бермей үстінен бөліп алатын схеманы осы бет өткізіп беретін болсаңыздар, сіздер сыбайлассыздар солармен деп айтуға болады. Құлыбаевтармен, ескі жүйенің адамдарымен, жемқорларымен. Сондықтан мынаны депутаттарымызға сүйене отырып, кең көлемде талқылап, осы мен айтқан үш құзыретті ауыл әкімдеріне алып беріңіздер. Ол құзырет, тағы да қайталап айтайын, ауылдың жерін ауыл әкімдері өзі басқару керек. Екіншісі, мемлекеттен бөлінген бюджеттің қаражатты жаңағы ауыл әкімдері өзі басқарып, өзі игеру керек. Үшінші, субсидияны кімге беру керек? Тізімдігін жасап, жаңағы қайталап айтайын, өздері жоғары ұсынып, сол өзінің иесіне кеп тиетіндей механизм жасайтын құзырет берулеріңіз керек ауыл әкімдеріне. Міне, ауылдың 5 жылдық тұжырымдамасы бекітілді. Ойбой, оған қарайтын болсаң, бөлініп жатқан қаражат та көп, салынатын нысандар да көп, күрделі жөндеуден өтетін нысандар да көп. Соның бәрін ауыл әкімдері өзі басқару керек. Сосын ауылда жұмыс пайда болады. Жұмыс пайда болған кейін қалаға тентіреп кеткен қазақтардың бәрі ауылға барады қайттан. Сосын шетелге кетіп қалған, жұмыс істеп кетіп қалғандардың бәрі ауылға қайтып оралатын болады. Естеріңізге сала кетейін, ең бастысы біздің бәрімізді алаңдатып отырған, мемлекетті алаңдатып отырған мынау батыс өңірдегі, мұнайлы өлкедегі, Жаңаөзендегі жаңағы жұмыссыз жүрген халық ауылға баратын болады. Ауылға қашанғы біз отыра береміз? Дайын емес деп. Оларға осындай құзырет беріп, мүмкіндік беріп, жұмысты ауырлататын болсаңыздар, олар дайындалады. Дайын болмаса, егер ауыл әкімі соның үддесінен шыға алмайтын болса, біліксіз болса, ауылдың халқы оны жұлып алдырып тастайды да екінші әкімдерді сайлап алады. Әлі күні естіп қалдым, мынау мәжілістің депутаты айтып жатыр. Қазір кім біздің Әбенов деген, Мұрат Әбенов айтып жатыр. Байқайық, мына ауыл әкімдері, аудан әкімдеріне бағынбай кетпесін дейді. Наоборот, бағынбайтын қылып жасау керек. Тек қана заңға бағынатын қылып жасау керек. Мына облыс пен аудан келіп ауыл әкімінің желкесіне мініп алған бір жүк олар.
Ауыл әкімі өзі істеу керек қой. Ойлаңызшы. Өнімнің бәрі ауылда өндіріледі. Ауыл әкімі барып өндіріп бермейді. Ауыл әкімі, аудан әкімі барып. Сондықтан ондай әңгімені қою керек. Сосын мынау сайлау мәселесінде де айтып жатыр жайға. Анау 100-ге бөлінеді, руға бөлінеді. Бола берсін. Сайлап көрсін. Бүгін Қоңырат болса, ертең Дулаты, Шымкент жақта айтып отыр, Мошатта көп болады ғой. Сөйтеді дағы өзі ол бәсеке болады да, жақсы болады қайта. Сөйтіп ол басқыштан өтеміз. Халық өзіне қажетті адамды руына қарамай таңдайтын басқыштан өтетін жағдайға жету керек. Мен бағана жиналыста осы әңгімеде сөз болды. Сол мынандай әңгімені айтып бердім. 98 жылы Қазақстанға мен келген кезде мына Болат Назарбаев туралы әңгіме болып жатыр екен. Тақ мұрагері Болат Назарбаев болады деп. Өйткені ол Шинжаң өлкесіне барған екен, Қытайдың. Сол Шинжаң өлкесінің бірінші хатшысы кім еді ана? Уанушан деген қабылдапты. Ол кісіні Болат Назарбаевты. Соған қарап ойбай, міне Шинжаң өлкесінің басшысы қабылдады, келесі президент осы кім деп атың еді? Болат Назарбаев деп ақпарат құралдары шулап жататын сол кезде 98-2000 жылдар. Енді бүгін сол күлкілі әңгіме. Мысалы, ойлаңызшы, күлкілі әңгіме мысалы. Себебі не үшін? Ол кездегі біздің ақпарат құралдарының да деңгейі, халықтың да деңгейі, саясатшылардың да деңгейі солай болатын, сөйтіп ойлайтын. Міне арада 20 жыл өткенде одан біз аунап түстік. Қазіргі президентке біз баламаны, мысалы, немесе тақ мұрагерді, қазір біз Қасым-Жомарт Тоқаевтың айналасынан қарамаймыз, басқа жақтардан іздеп жатыр халық қазір. Басқа жақтардан, мүлде басқа жақтардан, ойламаған жақтардан. Сондықтан өттік қой сондай бір мектептен. Сөйтіп халық ұлт есейеді. Тартыс болу керек. Бәсеке болу керек. Біз бәсекеге мүмкіндік бермей жатырмыз, құрметті ағайындар. Менің айтайын деген сөзім осы. Мәжіліс бұл мәселені назарына алу керек. Құрметпен Хауыт Мұқибек, 18 мамыр 2023 жыл, Астана қаласы.